Баршаңызға сәлем, құрметті оқушылар. 8-ші сыныптың химиясы, 3-ші тоқсан, бірінші бір жұмысы. Химиялық элементтердің периодтық жүйесі бөлімі бойынша жиынтық бақылаудың тапсырмаларын бірге орындайық. Бірінші сұрағымыз, қалып қойған сөздерді бос орынға жазыңыз. Химиялық элементтер қасиеттерінің периодтық бойынша өзгеруі заңдылық. Әрбір период сілтілік металдан басталып, инертті газдан аяқталады. Олардың период бойынша металдық қасиеті кемейді, бейметалдық қасиеті артады. Топ бойынша жоғарыдан төмен қарай тотықтырғыш қасиеті кеміп, тотықсыздандырғыштық қасиеті артады. Екінші сұрақ, химиялық элементтердің периодтық кестесін қолдана отырып, үшінші периодта орналасқан сыртқы деңгейіндегі 3 электроны бар элементті атаңыз. Бұл бізде алюминий элементі. Екінші А топшасындағы элементтердің сыртқы деңгейіндегі электронның саны 2-ге тең, себебі олар екінші топта орналасқандықтан, яғни осы жерде еске түсіре кетейік, сыртқы қабатында элементтердің сыртқы қабатында электрон саны орналасқан тобымен сәйкес келеді. Сыртқы электрондық қабатында электрон саны бірдей элементтерді теріп жазыңыз. Бұл жерде литий, натрий, калий. Үшеуінде сыртқы қабатында бір электрон бар. Ары қарай үшінші сұрақ, галогендер табиғи ұяластарына жататын элементтердің тобы мен топшасын жазыңыз. Галогендер табиғи ұяластарына жататын элементтерді жазыңыз дейді. Бұлар жетінші А топшасының элементтері. Галогендер дегеніміз оларға жатады. Фтор, хлор, бром, йод және астат. Галогендердің сыртқы энергетикалық деңгейіндегі электрондар санын, сутекті қосылыстарындағы валенттілігін көрсетіңіз дейді. Сыртқы қабатында электрондардың саны 7 электрон болады. Сутекті қосылыстардың валенттілігі оның бір валенттілікті көрсетеді. Бір валентті болады. Мысалы, H-фтор, сутекті қосылысы H-хлор, H-бром секілді. Периодтық кестені пайдалана отырып, алюминий, натрий, магний металдық қасиеттерін арту ретімен орналастырыңыз дейді. Алюминий, магний, натрий болады. Яғни алюминийден натрийға қарай олардың металдық қасиеті артады. Берілген элементтердің бейметалдық қасиетін салыстырыңыз. Өз жауабыңызды белгімен көрсетіңіз дейді. Фтор мен фосфор мен азот салыстыратын болсақ, бейметалдық қасиет бізде азотта жоғары болады, ал кремний мен хлорды салыстыратын болсақ, хлорда жоғары болады. Міне достар, осымен бірінші бір жұмыс аяқталды. Баршаларыңызға сәттілік, жоғары балл алуыңызға тілектеспін.